Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіздер. Мен сендерге іздеп жүрсем, сендер қазақ оймашта қандай тамаша болып отырсыңдар? Ендеше қазақ оймашқа мен де жайғасайын. Қалдарың қалай балалар? Жақсы. Қандай керемет отырсыздар? Балалар, ендеше біздің бүгінгі іс-әрекетімізді бастаймыз ба? Ой, бүгін біздің әжеміздің сандығы 4-те 4 екен. Балалар, әжеміздің сандығы қандай? Әдемі екен, я? Немен бейнеленген? Оюлармен дұрыс айтасыңдар ендеше. Біз бүгін іс-әрекетімізді оюлар, сыр шертет деп алсақ қалай болады? Келісесіңдер ме? Жарайсыңдар. Ендеше балалар, мұқият қараймыз. Әжеміздің сандығында не бар екен, жарай ма? Кәнекей, санайық. 1, 2, 3. Әжемнің сандығы ашып көрейік. Балалар, қараңдаршы. Әжеміздің сандығында нелер бар екен? Оюлар. Оюлар бар екен, керемет. Қараңдар, түрлі түсті оюлар не? Бұл оюлармен не жасауға болады, балалар? Дұрыс айтасыздар, төсекше немесе киіздер, кремдер жасауға болады. Ал енді бізде қазір сандықты жауа тұрайық, ашық тұра берсін ба? Ашық тұра берсін, я? Біз мына оюлар бөлімдерді қазір текемет жасап көрсек қалай болады? Сендер көмектесесіңдер ме маған? Ал бірінші текемет құрмақ бұрын біз оюлар туралы ою өрнектерді қай жерден аламыз? Әр оюдың өзінің ерекше түрлері бар, я? Ол оюларды балалар біздің ата-бабаларымыз аңдарға қарап, құстарға қарап, ағаштарға қарап ойлап тапқан екен балалар. Сендер оюлардың қандай түрлерін білесіңдер? Және түйе табан, керемет, тағы да өте керемет тағы сендер біраз оюлардың аттарын біледі кезінде. Қараңдаршы балалар, оюлар өзі айтып тұрғандай түйе табан, қазы ойы деген сияқты көптеген оюларымызды аңдарда, құстарда, геометриялық ғарыштық планеталарда әртүрлі ойдан ойлап шығарған оюлардың аттары. Оюлар туралы өлең, тақпақ, мақал мәтелдер, жаңылтпаштар сендер білесіңдер ме? Ал ендеше кім біледі? Айта ғой әдемі, Кәнекей, бастай ғой. Қазақтың оюлары, даланың оюлары көйлері. Күн бізге қасқа шеге, көшкен нақаш, жара күндерге қойылады. Тамаша, керемет, көрдіңдер ме балалар? Тақпақтың өзінде қандай керемет атылар, я? Ал енді кім мақал мәтел біледі екен? Айта ғой далайын, айтады. Айта ғой. Өнер сыры, өрнектер. Дұрыс айтасың, өнер сыры, өрнекте екен. Тағы да қандай мақал мәтел білесің? Ойы қыш. Керемет, тамаша. Біздің балалар мақал мәтел де, ою өрнек туралы өлеңдер де, тақпақтар да біледі екен. Ал ендеше сендер ғажайып сәтті күткілерің келе ме? Біз мына әжеміздің ою өрнектерін не жасап береміз әжемізге? Төсекше жасап берейік. Ал балалар, көзіңізді жұмайықшы. Қараңдаршы, аспанға. Не түсіп келе жатыр? Дұрыс айтасыңдар балалар. Қарса дегенде, қараңдар балалар, біз қолымда менің жаңағы әжемнің сандығынан алған ою өрнегіміз бар. Осыны біз әжемізге төсекше жасап берсек, я? Әжеміз таң қалсын, я балалар? Ал ендеше келе қойыңдар менің жағынан. Қандай керемет етіп сендер төсекше жасаңдар, әжеміз таң қалсын болды, я балалар, я? Рахмет айтатын болды. Балалар, қараңдаршы сендер, бұл ою өрнектен керемет етіп төсекше жасап берді. Рахмет балалар. Ал, ендеше сендер. Керемет, я? Ал балалар, біз керемет етіп әжемізге ою өрнектен төсекше жасап бердік. Балалар, қандай сендер өздеріңіз, я? Ал енді тағы да әжеміздің сандығында не бар көргелі келе ме? Ал мына менің қолымдан қараңдаршы, әжеміздің сандығында не алып шықтым мен? Дұрыс айтасыңдар, қобдишаның ішінде не бар екен? Ой, қайда санайық? 1, 2, 3. Мен білмеймін, қобдишаның ішінде тағы да қобдиша шықты балалар. Қараңдаршы, бұл не екен деп ойлайсыңдар? Біз бұны былай көре алмаймыз, я балалар, я? Не екен? Ендеше сендерге бір үйден берем, біз оны не арқылы көруге болады білесіңдер ме балалар? Дұрыс айтасыңдар, фонарик арқылы көруге болады. Ал ендеше бір-бірімізге теңсеп береміз.
Сенде қандай ою екен? Кім айтады? Айнұр, сенде қандай ой? Тамаша, қошқар. Ал сенде сенің жан? Сенде өрге жекене өрге жекене. Сенде? Сенде қошқар мүйіз ою екен. Келе, қараңдар, балалар қараңдар. Біз қобдишамыздың ішінде не бар екен? Қобдишаның ішінде не бар екен? Мына сендер фонарикпен не көрдіңдер? Ою өрнек көрдіңдер, өте тамаша. Әркімнің оюы әртүрлі екен, иә балалар, иә? Ал енді біз осы қобдишада қандай ою берген, сол орталықтарға бөлінейік. Қане жүріңдер. Біз қазір текемет жасайын деп жатырмыз, иә балалар, иә? Үйімізді деп аламыз. Қыздар, сендер не істеп жүрсіңдер? Дұрыс айтасыңдар, текемет жасайын деп жатсыңдар, иә? Балалар жүріңіздер. Папа не болған? Балалар, сендер не істеп жатсыңдар? Ибрахим, сен не істеп жатсың? Дұрыс айтасың. Оюларды сен құрастырғансың, қане? Қандай ою құрастырғансың? Мына оюдың аты қандай, Ибрахим? Дұрыс айтасың. Мына ою қандай? Тамаша, қошқар мүйіз. Құрастырып, оюлардың сынағын тауып жатырсың. Ары қарай жалғастырайық. Ал қара, сен не істеп жатсың? Оюларды жіптеріп жатырсың, иә? Тамаша. Қане, мен саған көмектесіп көмектесіп жүрейін, саған оюларды жіп арқылы орнына құрастырады екенбіз. Тамаша. Мен саған осылай қойып берейін, сен ары қарай жалғастырасың, жарай ма? Айсұлтан, сен не істеп жатсың? Оюлардан текемет. Тамаша, оюлардан текемет. Ары қарай жалғастыра бер. Ал. Қайсысы көп, қайсысы аз екенін санай ғой. Бірінші санап аламыз, иә? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мына жақ 8 екен, ал мына жақта неше ою екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді айтшы, мына жақ ою көп пе, мынаның ою көп пе? Салыстырайықшы, қай жақ? Иә, енді. Айтшы, істей ғой. Динор, сен не істеп жатсың? Қандай ой жасаған екен деп. Дұрыс айтасың, кәне менде қарайықшы. Қандай ою бар екен? Қандай ою бар екен? Асылжан, сен не жасап жатсың? Не бояп жатсың? Ою. Ою, қандай ою? Қошқар мүйіз. Иә, сен қошқар мүйіз ою қандай түспен бояп жатсың? Қызыл. Қызыл түспен, тамаша, керемет. Ал мына жерде біздің ұлдарымыз не жасап жатыр екен?
Ал балалар біздің қолымызда асық. Осы асығымыз серпіліп сәлімжікті. Тұрсақ ойнап ләйләй, кешке дейін асықты, ойнап едік ләйләй, қызығына ойынның тоймап едік ләйләй. Қолыңа асықтым, қандай жеті түсіктің, алшы тәйке шүтпен бүк, асығыңды жерге тік. Бүк, шәк, тәйке, алшы. Сендерге бүгінгі сәлем еттім ма? Біз серпіп жалындық еп алалай. Бәріміз маған қарайықшы. Санаймыз. 1, 2, 3. Мына жерде не болып тұрсыңдар? Біз өзіміздің ойындарымызбен танысып, біз сол ойындар арқылы іс-әрекетімізді жасадық еп алайық. Іс-әрекет сендерге ұнады ма? Ендеше мына ойындардың аттарын жеке-жеке атап көрейік еп алайық. Мен көрсетемін, сендер бірге айтасыңдар. Қандай ойын? Айшық. Керемет, дұрыс айтасыңдар. Жұлдызша. Гүл немесе қызғалдақ деп айтамыз. Және керемет. Тұмарша. Тағы не көрсетеміз? Мынау. Өте керемет. Балалар, біздің іс-әрекетімізде біз қазақтың әдемі деген ою-өрнектерімен таныстық. Ал біз мен сіздерге түрлі түсті жасалған ою-өрнектерді алып келдім. Осы ою-өрнектерде біз әжемізге керемет етіп не істеп береміз? Дұрыс айтасыздар, текемет істеп береміз. Ендеше ұлдарымыз отырайық тамашалап, қыздарымыз келіп текемет оқырады. Біз керемет етіп не жасадық? Текемет жасадық. Өте дұрыс айтасыздар. Сіз екі тізбек ойыны арқылы аяқтаймыз балалар. Бүгінгі іс-әрекетімізде не істеді? Соны қайраттан айтып береді. Әдемі сен не ұнады іс-әрекетімізде? Дұрыс айтасыз. Әжеміздің тамаша көрпешесі ұнапты. Ал ою жасаған ұнапты. Ал аяуым саған не ұнады бүгінгі іс-әрекетте? Өте тамаша қойдың жүніне текемет құрастырған ұнапты. Және данайым саған не ұнады бүгінгі іс-әрекетте? Ал балалар, бізде бүгін аяуым өзіне аяуысы әдемі қапақ жаттап келіпті. Қайталышы аяуым. Осымен біз аяқтайық. Жас ұрпақ өмірлі болсын, тұрмысы көңілді болсын, ата-анаға мейірлі болсын, ағайын туысқа пейілді болсын, өнер білімге зейінді болсын, он саусағынан өнер тапқан ойыншы болсын. Қандай керемет. Көңілі ма біздің өспей жатқан ұрпағымыздың қолынан өнер тапқан өнерлі болсын деп осымен